Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейі биылғы халықаралық музейлер күнінде өнер сүйер қауымға ерекше тарту жасады. Кескіндеме өнерінің тамаша туындыларын көргісі келетін жандарға Азия өнері атты ауқымды көрме ұйымдастырылды. 1 маусымға дейін жалғасатын мәдени іс-шара жайлы тілшіміз баяндайды. Халықаралық музейлер күніне орайластырған Азия өнері экспозициясы отандық қылғалам шеберлерінің 100-ден астам туындысын біріктірді. Биылғы айтулы мерекенің музейлер бөлінген әлемді біріктіреді деген тақырыбын ұйымдастырушылар кескіндеме мен қолөнер арқылы шебер жеткізуге тырысқан. Солардың бірі Қонаев қаласынан келген суретші Татьяна Шестакова. Майлы бояумен жұмыс істейтін автор өз картиналарында көрерменді ішкі түйсікке құлақ түріп, шешімді жүрек қалауымен қабылдауға шақырады. Эти работы одни из моих любимых работ. Бұл туындылар менің ең сүйікті жұмыстарымның бірі. Мұндағы басты тақырып адамның өзін жоғалтуы және қайта табуы. Мәселен, балерина мен су перісі бейнелер арқылы мен өз жолымды таңдау, еркіндік туралы ой қозғағым келді. Біз кейде өз қалауымыздан бас тартып жатамыз, ал оның өтеуі қандай болатыны суреттерінде көрініс тапқан. Шығармашылыққа деген құштарлық кейде негізгі кәсіппен де шектелмейді. Мәселен, Диана Каплун мамандығы бойынша заңгер болса да, бос уақытында қылғаламды серік еткен. Ол сурет салу арқылы жан дүниесін байытып қана қоймай, өз туындыларымен балаларына да көңіл күй сыйлауды әдетке айналдырған. У меня здесь на выставке представлены 2 портрета. Бұл көрмеге 2 портретімді келдім. Оның бірі қызымның бейнесі. Демалыста жүргенде түсірілген сәт болатын. Мен оның бассейнде жүзіп жүрген бақытты, алаңсыз шағын естелік ретінде сақтағым келді. Ал акварель бояуы өмірдің жеңілдігі мен сол бір бақытты сәтті өте әдемі жеткізеді. Ал дәстүрлі музей түнінде ұлттық музей көрермен назарына бірегей экспозицияларды ұсынып, танымдық бағдарламаның ауқымын кеңейтіп отыр. Мы ожидаем очень большой поток посетителей. Біз келушілер өте көп болады деп ойлаймыз, өйткені кіру тегін. Музейдегі түн акциясында көрермен өте құнды дүниелерді тамашалайды. Яғни біз жұртшылық назарына өте сирек кездесетін, тіпті жалғыз данасы ғана сақталған жәдігерлерді ұсынбақпыз. Орталық Азияның мәдениеті мен өнерін ұштастырған бұл ауқымды көрме ұлттық орталық музей залында 1 маусымға дейін жалғасады. Жадыра Қуанышбек, Дәурен Қажыбаев, Қонаев медиа.